Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздермен шоколадный бисквитті эскимоның рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қыздар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше рецептпен бөлісе кетейін. Ең алдымен бисквит дайындау үшін осы жұмыртқамыз бен шекерімізді жақсылап араластырамыз. Шекеріміз жақсы араласқаннан соң сары майымыз қосамыз. Майымыз жақсылап ергеннен кейін сүтімізді қосатын боламыз. Құрғақ заттарымызды осылай алдын ала араластырып аламыз. Содан біртіндеп видеодағыдай қосасыздар. Тестамыз дайын. Осындай шеңбермен тестамызды құйып аламыз. 160 градуста 60 минутқа пісіресіздер. Бисквиттің піскен шпажкамен тығып тексеріңіздер. Бисквитіміз дайын. Міне көріп тұрғаныңыздай, ол жерде светіміз қаралы болып қалған. Шоко бисквит жақсылап осылай үгітіп аласыздар. Оған сгущенкамыз қосамыз. Жақсылап араластырып алыңыздар. Бисквит бір-біріне жабысқанға дейін сгущенканы құясыздар. Біздің бисквит дайын. Енді шоколадымызды дайындап алайық. Сұйық майымызды қосамыз. Бұл біздің шоколадымыздың жылдырлығына керек. Шоколадымызды ертіп алдық. Осылай үшке бөліп аламыз. Осындай жирорастворимый краска қолданасыздар. Үш түске бояп аламын. Осындай эскимоның ыдысын алып, кондорымен осылай сеуіп шығыңыздар. Ол әдемі блеск береді біздің шоколадымызға. Енді шоколадымызды әр жеріне осылай бөліп жағып шығыңыздар. Видеодағыдай. Жасыл түсімізді енді молочный шоколадымызды бетіне құйып шығасыздар. Шет-шетіне жағып шығуды ұмытпаңыздар. Осылай морозильникке қойып аласыздар. Осындай мороженыйдың таяқшасын саласыздар. Морозильникке қойып шығыңыздар 10 минутқа. Енді дайын болған бисквитімізді осылай арасына салып шығасыздар.
бетіне молочный шоколадымыз құйып шығамыз. Кез келген өзіңізге ұнаған шоколадпен жасасаңыздар болады. Морозильникке салып аласыздар 20 минутқа. Сонымен біздің эскимо дайын. Астарыңыз дәмді болсын.